Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды-техникалық колледжі. Оқытушымен Нұрмағамбетова Гүлбану. Балық өңдеу технологиясы пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы балықты тұздау, құрғақ тұздау әдісі. Сабағымыздың мақсаты балықты тұздауды және құрғақ тұздау әдісін үйрету. Тұздау ас тұзы мен балықты консервілеу әдісі. Тұздау тек тұздалған өнімдер дайындау үшін емес, сонымен қатар суықтай ұстау, қақтау секілді консервілеу әдістерін жүзеге асыру үшін де қажет. Ас тұзының ерітілген күйі бактериялардың тіршілік әрекетін және ферменттердің әсерін бәсеңдетеді. Бородинцевтің теориясына сәйкес, тұз иондары балық тініне өтіп, пептидтік байланысқа қосылады да ақуызда микроорганизмдердің пайда болуына тосқауыл болады. Ақуыздардың ыдырау реакциясын жүзеге асыру үшін ферменттер ақуыз молекуласына пептидті байланыстар орны бойынша қосылуы тиіс. Натрий ионы және хлор пептидті байланысты бұғаттайды, сондықтан микроорганизмдер ферменттерінің ақуызға әсері азаяды. Тұздау консервілейтін агент пен балық арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Бұл операция тұздың балық тініне ену мүмкіндігін тудырады. Процесс балық бетін тұз толық жапқанда басталады, ал балықтағы тұз өз мөлшеріне жеткенде тұздау процесі аяқталады. Жалпы тұздаудың 3 түрі бар. Олар мынадай: құрғақ тұздау, сулы тұздау, аралас тұздау. Құрғақ тұздау. Құрғақ тұздау кезінде балықта тұз құрғақ, яғни кристалл күйінде себіледі. Тұздық балықтан су бөлінген соң пайда болады. Практика жүзінде құрғақ тұздау төмендегі сызба бойынша жүреді. Бөлшектелген немесе тұтас балықты тұзға аунату. Ыдыста қатарластырып орналастыру. Қатар толған соң тұз себу. Осы сызбаға сәйкес үй жағдайында құрғақ тұздау қалай жүретінін бейне жазбадан көріп алайық. Әрі қарай жалғастырайық. Осмотикалық күш әсерінен тұз ерей бастайды. Балықтан бөлінген сумен еріген тұз араласып, табиғи тұздық пайда болады. Тұздық түссіз немесе қоңыр түсті болуы мүмкін. Ол балық түріне, тұздалу мөлшеріне, температураға байланысты. Мысалы, майшабақтарда 5 градус температурада 18% тұз мөлшерінде тұздық түсі қоңыр қызыл, ал температура 15 градус немесе одан үлкен болып, тұздық мөлшері 31% болса, ашық қызыл түске боялады. Процестің соңына қарай тұздық барлық жағдайда да түссізденеді. Құрғақ тұздау көбінесе құрамында май мөлшері 6%-дан аспайтын және майда балықтарда жүргізіледі. Воскресенский зерттеуі кезінде тұздың еруіне байланысты балық температурасы салқындайтынын айтқан. Төмендегі кестеде құрғақ тұздалған балық температурасының өзгерісі көрсетілген. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде уақыт және балық температурасы. Уақыт 0-ден 5 сағат аралығында балық температурасы 24 градустан 20,5 градусқа төмендеген. Көріп тұрғандарыңыздай, балық температурасы 3,5 градусқа төмендеген. Құрғақ тұздау кезінде тұздық орнына кристалды тұзды қолдану, тұздану процесін біршама кешіктіреді. Өйткені тұзды ерітінді бірден түзілмейді және балыққа тұз енуі біршама кідіріп басталады. Сабағымыз бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, балықты тұздау не үшін қажет? Екінші, тұздаудың неше түрі бар? Үшінші, құрғақ тұздау қалай жүреді? Төртінші, Воскресенский зерттеуі. Бұл сұрақтардың барлығына біз жоғарыда тоқталып кеткен болатынбыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.